Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрманың пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Жалпы күн салқындағанда дүкендерде көп сатылатын жемістердің бірі ол құрма. Аталған жеміс жаңа жылдық дастарханның айнымас бір бөлігі. Құрмада қызғылт сары пигмент, бета-каротин көп кездеседі. Ол аллергияның қозуына әкеледі. 3 жастан асқан балаларға құрма жеуге болады. Дегенмен оны көп тұтынбау қажет, өйткені шамадан тыс жеу терінің сары түске боялып, каротинді сары ауруға себеп болады. Дәмі ауыз қуыратын құрманың құрамында танин көп кездеседі. Танин дегеніміз медицинада дәрі үшін тұрмыста қырғыш ретінде қолданылатын емен және басқа ағаштың қабығынан жасалатын ұнтақ. Оның асқазанға әсері қатты. Оның әсерінен ересектердің іші қатса, әлі асқазаны әлсіз балалардың ас қорытуы бәсеңдейді. Сондай-ақ құрманың құрамында қанты көп болатынын ескеру қажет. Құрамында 100 килокалория бар. Сусамырмен ауыратындар құрмадан түбегейлі бас тартуы керек. Толық піспеген құрма асқазанда бездердің не қатты тастардың жиналуына әсер етеді. Құрманы жер алдында оның қабығынан назар салыңыз. Қара дақтары бар қабығына зақым келген құрмадан аулақ болған жөн, өйткені оның сыртында зиянды микробтар болуы мүмкін. Ол іштің өтуіне, жүректің айнуына және ағзаның әлсіреуіне себеп болады. Шамадан тыс тұтынбай, белгілі бір мөлшерде жесеңіз ғана құрманың пайдасын сезінесіз. Оның құрамында көптеген пайдалы микро және макро элементтер бар. Магний тамырларды босаңсытса, калий ағзадағы артық заттардың шығып, қан қысымының төмендеуіне әсер етеді. Пектиндер болса, токсинді заттарды жояды. Оған қоса құрма йодтың таптырмас көзі. Дәрігерлер күніне 2 құрмадан көп жемеуге кеңес береді. Сонымен құрма туралы қозғаған тақырыбымыз аяқталды. Сіздерге видео ұнайды деген ойдамыз. Қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнамызға жазылып, видео ұнаса лайк баса кетіңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.